Баршаңызға сәлем. Өте жұмсақ, нәзік француз багетін жасаймыз. Бір жасағаннан шығатын өте керемет нан. Жылы суға тұз, қант, ашытқа, жұмыртқа, сұйық май құйып, жақсылап араластырып аламыз. ұн қосып, өте жұмсақ қамыр илейміз. Көрсетілген құрамнан сізде көп немесе аз ұн қолдануыңыз мүмкін. Жұмыс жасауға ыңғайлы қамыр шығады. Дайын болған қамырды жылы жерге 20-25 минутқа көтерілгенше қоятын боламыз. Дайын болған қамырымызды алып күлшелерге бөлеміз. Егер сіз описанияда көрсетілген граммдар өлшемдер бойынша жасайтын болсаңыз, сізде 6 немесе 7 багет шығады. Ал мен көрсетілген граммдарды 2-ге бөле отырып, арнайы 3 күлше шығатындай етіп жасадым. Күлшелерді алып формаға келтіретін боламыз. Мен мұнда қалың, бірақ кішкентай багеттер жасадым. Сіз жіңішке, бірақ ұзын багеттер жасасаңыз болады. Формаға келтіру өз еркіңізде, қалаған формаңызға келтіріп жасай бересіз. Барлық қамырды формаға келтіріп алғаннан соң, бетін 15 минутқа жауып қоятын боламыз. Қамырларымыз өз көлемін тағы да үлкейтетін болады. Сол кезде әсемдеп аламыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын кішкене сүтпен араластырып жағып шықсаңыздар, беті жалтырап шығады. Мен мұнда бірақ олай жасаған жоқпын. Жай ғана бетін пышақпен кесіп шықтым. Бұл жерде сіздер алмазбен бетін кесіп, кунжут, мак, оны сеуіп шықсаңыздар, өте әдемі болып шығады. 180 градуста 25-30 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Біздің нандарымыз пісіп шықты. Өте жұмсақ, нәзік, өте керемет нандар шықты. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.